бүйтіп шығамыз. Бисмилля. Қыздар, 1 сағатта осындай дәмді пирог пісіреміз. Ең алдымен мына керекті сармайды ертіп аламыз. Ертіп алып келіп, құмшекер саламыз. Дәу қасықпен 5 қасыққа 2, 3, 4, 5 салып араластырып аламыз. 3 жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз. Осыған ұнды салмай тұрып саламын. Мен кішкентай шажы кетел екен ғана. Енді ванилинді де салдым. Енді ұнымызды саламыз. Кәдімгі қамыр болып үйленгенше ұнымызды саламыз. Міне мынандай болды қамырым. Жемішке маймен кітті құйып жібереміз үстіне. Қолымызбен жая берсек, мынау жабыспайды. Қамырымыз әдемі болып үйленді. Жұп-жұмсақ. Салқын жерге қоямыз. Енді біз құятын сметадан дайындаймыз. Мына жерде білінеді ма? 300 грамм. Оған 3 жұмыртқаны жарамыз. 2, 3. Мен мынаған 10 қасық саламын. Өйткені осы ішіндегісі осы сметанаға тәтті болу керек. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir қасықтай ванилин. Аны жартысын құйып аламын. Үстіне алып қалғаныма мынандай какао қосып жіберемін. Мынау жақсы какао. 2, 3 қасық какао салып, бұл шоколадный болады енді. Біреусі ақ, біреусі қара деген сияқты ғой. Бұны да блендермен езіп аламыз. 260-ға қойып алайын. Дәу пирог болады қазір. Холодильникке қамырымызды алдық. Енді бұны теңге 2-ге бөлеміз. Дөңгелек қылып жаямыз. Мына көрейік енді. Мынадан артық болып тұру керек қой шеті. О, әдемі болып тұрады екенбіз. Бүктеп табамыздың ішіне саламыз. Бисмилля деп қоямыз да. Көтеріп аламыз. Барынша жұқа болу керек. Енді біреуіне бисмилля деп ағын қойдық. Келесіне қарасын қоямыз. Қара шоколад. 250 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне 2 пирогым пісті. Шоколадный. Мынаны жақсы көреді менің балдарым шоколадный. Ал мынандай ақ түрі өзімізге ұнайды. Ақырындап табасынан алайық. Бисмилля. Шамалы суытып алдым. Шоколадымды ертіп, үстіне шамалы сливке қосып жібердім. Шоколад суылғанның өзінде де қатып қалмайды, кәдімгі шоколад болып ше. Құямыз да. Бисмилля деп кесеміз да. Енді мына пирогымыздың бетіне бүйтіп шығамыз. Бисмилля.